Бүгін 11 сыныпқа 3-ші тоқсанның жұмысын талдап өтейік. Органикалық синтез және 14-ші топ элементтері бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма: сапалық реакция көмегімен берілген қосылыстарды анықтау кестесін толтырыңыз дейді. Жақсы, енді біз мынау кестені толтырып кетуіміз керек. Сіздерде этанол, сіркегіш қышқылы, глицерин берілген. Осы жерде реактив, реакция теңдеуі және реакция белгілері. Қандай реактивті аламыз? Ең алдымен этанолды біз купрум О. Сіркегіш қышқылына хлор 2-ні алайық және глицеринге купрум OH. Түсінікті, енді реакция теңдеуі. Реакция теңдеуі қалай жүреді? Этанолды жазайық. С2H5OH плюс купрум. Бізде болады купрум плюс H2O шығады. Так. Мына жаза берейін. H2O плюс CH3 COH. Так, бұл жерде бізде реакция белгілері. CH3 COOH ол бізде иісі өте қатты шығыңқы болады. Так, келесі хлор. Сіркегіш қышқылына хлор 2 плюс сіркегіш қышқылы CH3 COOH. Бізде болады H хлор, жаза берейін, H хлор плюс хлор. Хлор тартып алады өзіне. H-тың орнына CH2 COOH болады. Түсінікті, бұл бізде моно хлор сірке. Келесі С2 глицерин жазайық. С2 H5OH. С2 емес глицерин болады. С3 H5OH болады. Купрум OH. Бұл жерде енді бізде С3 H5OH O2 купрум плюс су. Мұны тартып алады. Оны көк түсті реакция белгілері ретінде көк түсті деп анықтасаңыздар болады. Көк түсті. Түсінікті ма? Жақсы, ары қарай жылжайық. Берілген генетикалық айналымды жүзеге асыруға болады. Реакция теңдеуін жазыңыз. Сіздерге берілген мынау цепь
осыны біз реакция түрлерін жазып кетуіміз керек. Метан CH4 ацетилен қалай аламыз? Метаннан ацетилен алу керек. С2H2 плюс H2 теңестіреміз. Мұнда 2 H-тың алдына 3. Одан кейін ацетиленнен ацет альдегид аламыз. С2H2 оған су қосамыз. Альдегидный группа болу керек. CH3 COH. Міне, альдегидный группа. Одан кейін бұдан біз сірке қышқылын алуымыз керек. CH3 COH плюс ол үшін аргентум 2 оны қосамыз. Сонда CH3 CO мына бөлініп, бір оны мына жаққа береді, OH болады. Плюс аргентум тұнба түседі. Мында 2. Түсінікті? Кеттік ары қарай. Элементтерінің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрыңыз дейді. Қорғасын оксиді мен тұз қышқылы. Осыларға біз реакция жазып шығуымыз керек екен. Жазып шығайық. Плюмбум О плюс H хлор. Не түзіледі? Мұна бөлініп плюмбум хлор 2 плюс H2O. Мұның алдында 2 болады. Қорғасын 4 валентті оксид мен тұз қышқылы. Жаңа 2 валентті болды ғой, енді 4 валентті. Плюмбум О2 плюс H хлор. Болады. Плюмбум хлор 2 плюс тағы да хлор 2 бөлініп шығады. Және су. Мұнда 4. Судың алдында 2. Келесі көміртек пен концентрлі күкірт қышқылы. Көміртек. Күкірт қышқылы H2SO4 концентрированный дейді. SO2 болады. Плюс мұна бөлініп SO2 шығады. Және су. Теңестіріп өтсек, алдында 2 қоямыз. SO2-ның алдында 2 қоямыз. Және судың алдында 2 қоямыз. Келесі реакциямыз көміртек диоксиді мен су дейді. Неше түрлісі бар бұның? Жалпы біреуін ғана жазып кетейік. SO2, SO2, диоксид мен су. C2H6. Мысал. Және O2. Осы реакцияны теңестіресіздер. Алдында 4, алдында сонда 2, мұнда 6, және 7 болады. Түсінікті? Параллель жүретін реакциялар теңдеулері бойынша сандық есептеу жүргізіңіз. Көміртек пен кремнийдің 5,2 грамм қоспасы берілген. Қоспаны толық жазуға 6,72 литр қалыпты жағдайда үгіттек жұмсалды. Қоспадағы кремний мен көміртектің массалық қатынасын есептеңіз. Реакция жазып кетейік. Алдымен С плюс О2. SO2
силициум сәл астына жазайын. Силициум плюс О2, силициум О2. Енді жүйелі түрде жүйе есеп бойынша қарастырайық. Бізде ең алдымен оттегінің қалыпты жағдайда берілген көлемі бойынша оның қанша моль екенін анықтап аламыз. Сонда мына 6-72-ні бөлесіздер 22,4-ке. Сонда сіздерде болады мында 0,3 моль. Енді біз X ретінде алатын болсақ, мынаны Y ретінде алатын болсақ, бізде 12, силициум бізде 28. Сонда ең біріншісі X плюс Y тең болады 0,3 моль. Жаңа міне айтып өткен. Одан кейін мынамен алатын болсақ 12X плюс 28Y тең 5,2 грамм. Дұрыс па? Біз жаңа атом массасын алдық қой. Енді осы жүйелі есепті шығарып алуымыз керек болады. Тең 5,2. Мынау қысқартылады. Сонда мына алынатын болса, бізде 16. Y тең 1,6. Y тең болады 0,1. Енді осыны X пен Y орнына қойып шығасыздар. Так. Он екі. Он екіні көбейтесіздер. X пен Y табу керек алдымен. Мынау мольдан алып тастаймыз 0,1-ді. 0,2. X бізде сонда тең 0,2. Y тең 0,1. Осыны қойып шығамыз мынау реакциялардың орнына. 12-ні көбейтесіздер 0,2-ге, қосасыздар 28-ді көбейтеміз 0,1-ге. Соңтер тең болады 5,2. Осыны шығарғанда бізде X 6 болады, Y бізде 7 болады. Міне. Жауап. Осылай жүйелі түрде есептің оңай шығарып алуға да болады. Келесі сұрақ. Плюс 2 және плюс 4 тотығу дәрежелеріндегі қосылыстардың тұрақтылығы өзгеру тенденциясын жазыңыз дейді. Плюс 2 және плюс 4. Қандай өзгерістер болуы мүмкін? Плюс 2-де бізде ең алдымен тотығу дәрежелері плюс 2-де артады. Плюс 4-те кемейеді, керісінше.
Осылай қысқаша да жауап берсек болады. Қалайы мен қорғасын 4 валенттілік оксидтерінің тұз қышқылымен реакция теңдеуін құрыңыз дейді. Қалайы мен қорғасын. Жақсы. Тұз қышқылымен, H хлормен, Сонда бізде болады SN хлор 2 плюс водород газ бөлініп шығады. Қорғасын 4 валенттілік плюс H хлор болады. Плюмом хлор 2. Біздің реакцияны жазық. Хлор 2. Енді теңестіріп өтесіздер. Мынаны теңестіру керек. 2 H2 хлор 2 болды. Болды міне. Осымен біздің 11 сыныпқа арналған БЖБ-мызды мәресіне дейін есептеп талдап шықтық. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Пока-пока.